2022 жалпы білім беретін мектептің директорының оқушы жөніндегі орынбасары Өтеуренова Заурен Молдасадықызы. Бүгінгі болатын Zoom вебинарымызда біздің әріптестеріміздің авторлық бағдарламасымен сіздерді таныстырғалы отырмыз. Назарларыңызға педагог зерттеуші санатын растайтын және сарапшыдан зерттеушіге өтетін әріптестерімнің авторлық бағдарламаларын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сағынғалиева Арайлым информатика пәнінен 6-7 сыныптарының оқушыларына арналған алгоритмдік ойлауды дамытуға бағытталған практикалық тапсырмалар жүйесі тақырыбында элективті курс бағдарламасы оқу үдерісіне енгізу үшін бұл бағдарлама қалалық әдістемелік кабинетпен 3 ақпан күні мақұлданған болатын. Сондықтан назарларыңызға осындай реттілікте Арайлым Нұрланқызы өзінің авторлық бағдарламасын ұсынады. Келесі әріптесіміз тарих пәнінен Садвақасова Гүлмира Арнайымна. Бұл әріптесімнің де 10-11 сынып оқушыларына арналған ұлы дала өркениеті мен қазақ мемлекеттілігінің тарихи эволюциясы тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы алдымен біздің мектебімізде апробациядан өтілді, кейін осы 3 ақпанда Алматы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталықтың сараптамалық кеңесімен өтіліп, бірінші хаттамамен мақұлданды. Келесі 3-ші әріптесім математика пәні мұғалімі Ізбасар Майра. Ізбасар Майраның элективті курс бағдарламасы 5-6 сынып оқушыларына арналған ұлттық құндылықтар негізінде функционалдық математика тақырыбында өзінің элективті курс бағдарламасын таныстырады. Аталған әріптесімнің де бұл бағдарламасы мектептегі оқушыларда апробациядан өтіп, содан кейін қалалық әдістемелік кабинетке сараптамалық кеңеске өткізіліп, 5 желтоқсан 2025 жылы оң нәтижесін алды. То есть оқу үдерісіне бұл авторлық бағдарламаларды элективті курстарды енгізуге рұқсат қағаздары бар. Олай болса, осындай реттілікте әріптестеріміздің элективті курс авторлық бағдарламаларымен кезек-кезекпен таныстыруға рұқсат. Бірінші